Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгін біз грек жаңғағын қалай қуырамыз видеосын соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге шағылған грек жаңғағы керек. Духовканың табасына өзімізге керегінше жаңғақты салып, тегістеп, оны духовкаға саламыз. Духовканың градусы сіздердің өздеріңізге духовкаларыңызға байланысты. Бұл жаңғақ 5-10 минутта қуырылып шығады. Духовкадағы жаңғақты арасында қозғап тұрыңыздар. Кейбір жерлері қуырылмай қалуы мүмкін. Сол себепті қозғап тұру керек. Сарғайған жаңғақты духовкадан шығарып, оны табақта немесе мата үстінде суытып алғандарыңыз дұрыс. Суымаған жаңғақ суланып кетуі мүмкін өз ыстығымен. Сол себепті суытып алып жегендеріңіз жақсы. Астарыңыз дәмді болсын, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.